Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде қолдану. Термодинамиканың бірінші заңының өрнегін біз білеміз. Яғни жылу процестері үшін энергияның сақталу заңы болып табылатынын, және жүйеге берілген жылу мөлшері соның ішкі энергиясы мен жұмысына жұмсалатынын білеміз. Енді біз осы термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде қолданатын боламыз. Бірінші изохоралық процесс үшін қарастырайық. Изохоралық процесс дегеніміз көлем тұрақты, констант Чарль заңы деп айтуға болады. Бұл кезде енді термодинамиканың бірінші заңының негізгі өрнегін жазып алайық. Q тең болады дельта O қосылған А-ға тең, А-ға тең. Мұндағы дельта O дегеніміз дененің ішкі энергиясының өзгерісі. Q2 минус Q1. Жақсы, енді қарайық балалар. Көлем тұрақты. Біз газбен бу ұлғайған кездегі атқарылатын жұмыс, яғни термодинамикалық жұмыстың формуласын біз білеміз. Қысымды көбейтеміз көлемнің өзгерісіне. Осы жерде біз көлем тұрақты. Онда изохоралық процесс кезінде термодинамиканың бірінші заңында жұмыс нөлге тең болады. Нөлге тең болды, Сонымен термодинамиканың бірінші заңының өрнегі изохоралық процесс үшін Q тең дельта O-ға тең болды. Q тең дельта O-ға тең. Яғни бұндай жағдайда Q-міз нөлден үлкен болса, дененің ішкі энергиясы өте жоғары болады. Ал дененің берген жылу мөлшері нөлден кіші болатын болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі де қайда екен? Нөлден кіші болады деген тұжырымдама айта аламыз. Жұмыс нөлге тең болды. Біз бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісінің формуласын білеміз, Ол бізде неге тең? 2-ден 3 масса бөлінген молярлы масса R дельта Т. Енді құрметті оқушылар, біздің бұны барын жазып отырғандағы себебіміз изохоралық процесс кезіндегі көлемнің, яғни молдық жылу сыйымдылықты анықтау керекпіз. Көлем изохоралық процесс үшін молдық жылу сыйымдылықты неге тең? Соны анықтау үшін жұмыс жасап жатырмыз, Біз қарапайым ғана денеге берілген жылу мөлшерін анықтау үшін С тең М дельта Т деген формуланы біз бұрыннан білеміз. Енді біз молдық жылу сыйымдылықтың формуласын жазып көрейік. Молдық жылу сыйымдылықтың формуласын. Ол үшін біз неден кішкентай меншікті жылу сыйымдылықтың формуласын жазып алайық. Меншікті жылу сыйымдылықтың формуласын жазу үшін жылу мөлшерін масса көбейтілген дельта Т-ға қайтеміз, бөлеміз. Алдыңғы тақырыптар бойынша молдық жылу сыйымдылықты үлкен С деген әріппен белгілейміз. Оны анықтау үшін молярлы массаны көбейтеміз кішкентай С-ға. С-ға дегеніміз меншікті жылу сыйымдылық. Енді түрлендірулер енгізейік. Мынаны әкеліп мынаның орнына қоямыз. Мынаның орнына қоямыз. Сонда бізде молярлы масса үстінде, кішкентай масса астында. Көбейтілген Q бөлінген дельта Т. Жақсы, біз міне білеміз. Термодинамиканың бірінші заңын изохоралық процесс үшін осылай жазылатынын білеміз. Енді Q дельта O-ға тең болатын болса, мына формуламызда мынаған тең деген сөз. Енді орнына қояйық. Молярлы масса мен кішкентай массамыз тұра берсін осы жерде. Көбейтілген дельта Т-мыз тұрсын астында осылай. Енді қоямыз мына формуланы, 2-ден 3
М бөлінген молярлы масса R дельта Т. Дельта Т. Керек емес физикалық шамаларды қысқартып жүруге болады. Кішкентай массамен мына масса кетіп қалды, молярлы массамен мына масса кетті, дельта Т мен дельта Т кетіп қалды. Не қалды? Сұрақ. 2-ден 3 қалды. 2-ден 3. Және жай ғана R ғана қалды. Бұл яғни 2-ден 3 болса, яғни көлем тұрақты болған кездегі молдық жылу сыйымдылықтың формуласы бір атомды газ үшін 2-ден 3 R деп жауап береміз. Ал егерде, кішкентай В деп жазып қояйық, ол көлем тұрақты деген сөз. Ал 2 атомды болса қалай болады деген сұрақ туындайды. Онда біз білеміз. Ол бізде 5 бөлінген R 5 көбейтілген R бөлінген 2-ге тең екен. Бұл міне бізде 2 атомды идеал газ үшін көлем тұрақты болған кездегі изохоралық процесс кезіндегі молдық жылу сыйымдылық деп айтамыз.